Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз үй жағдайында хот-дог дайындап үйренеміз. Ең алдымен жылы сүтімізге суымызды қосып, дәміне қарай тұзымызды салып, дрожж салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін шекер, сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып, артынан жұмыртқамызды саламыз. Барлығын араластырып алып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Мінекей осылай жұмсақ қамыр болады. 2 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Міне осылай көтерілді. Жұмсақ болып. Енді біз хот-догтың булочкаларын дайындаймыз. Тура осы рецепттен 12 булочка шығады. Хот-догтың наны. Осылай дөңгелектеп аламыз, видеодағыдай етіп. Дайын болған қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Оқтаумен жайып, екі жағын ораймыз рулет сияқты етіп. Ортасын біріктіріп, екі шетін түйіп қоямыз. Булочкалардың бәрін осылай жасаймыз. Қызып тұрған духовкамызға бетіне жұмыртқа жағып, если қаласаңыздар күнжіт сепсең де болады, сеппесек те болады. Қызып тұрған духовкаға саламыз. Мінекей қыздар, булочкамыз дайын. Осылай пышный болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Енді хот-дог дайындаймыз. Араларын осылай кесіп аламыз. 2 бөлікке бөліп. Арасына сосискамызды пісіріп аламыз. Және де қаласаңыздар морковный салат, капуста салсаңыздар да болады. Мен морковный салат салдым. Және де піскен сосискамызды бетіне қойып, видеодағыдай етіп қоямыз. Әркім өзінің қалауынша булочкаға қалаған заттарын салсаңыздар болады. Бетіне майонез жағамыз.
Üstüne ketchup жағамыз. Мінекей достар, хот-догымыз дайын. Ас болсын.